Қонағымыз Әбдіжәлел Қошқарұлы. Арыстандай айбатты жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға Әрі ғалым, әрі ұстаз, мемлекет қоғам қайраткері, саяси ғылымдардың докторы, профессор. көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Әрбір ұлттың өкілі өз ана тілін білу. Мен айтамын, қыздар, бала ана өзінің тілінде сөйлемей, бала анасының тілінде. Burada керемет пікір бар. Абай саясаттан айналыспаған. Бірақ Абай пайдасына ортақ болу үшін дейді. Пайдасына ортақ болу үшін, зарарынан қашық болу үшін, орыстың тілін ғылымын білуіміз керек дейді. Ана қарасы, Ахмет Бай, адам өзінің ұлттық тілін соншалықты жақсы білсе, ол соншалықты басқа тілдің де құдіретін. Біз қазақтың бар сауаттыларын, бар мықтыларын, кәдімгі халқымыздың қаймағын сылып тастады ғой. Мен кейде ойлаймын, егер де сол Әлиханнан артық бізді ғалым болған. Біз Әлиханға да қарызбыз. Қазақ тілі ол бірінші атағы. Балабақшаның 4 жасар, 5 жасар балдарына 3 тілді оқытып. Мен ойлаймын, осы біздің білім министрлігінде осы педагогиканы оқыған, психологияны оқыған адам. Сөйлеп тұр, қазақстандықтардың 83% ұлт мемлекеттік тіл біледі дейді. Қайдан алған ғой деп бір жерде түсінді. Зерттеушілер, газетте жазып жүрген зерттеушілер қосам қарасам, бүгін қазақтың 60% орыс тілінде сөйлейді дейді. Үлкен трагедия. Мына кітаптың өзін оқысам, таза бидайдың нанынан жасалған нан жегенсің, ұннан жасалған нан. Ғасырлар алды. Кеше Әлиханды, Ахмет Байтұрсыновты, Мыржақып Дулатұлды, Мұстафа Шоқайды, тағысында қанша біздің азаматтарымыз сол тәуелсіздік үшін жан. Мұстафа Шоқайды сол сөзі жанып тұр. Ол жақындасаң жаңағы жалайды отыр. Міне біздің жастарымыз осыны. Қолынан келгенше еңбектену, алдыңа бір мақсат қойсаң, соны жеңу, соған жету. Мысалы, енді институт бітіргенде, ол 63 жыл 23-імде, сол 23-імде кандидат болып армандаған адаммын ғой. Бірақ енді сол 23 жылдан кейін кандидат болып тұрмын ғой. Бірақ сол ойдан кете қойған жоқты ғой. Созылып кетсе де күндердің күнінде сол кандидат болып шықты. Мынандай сұрақ туындайды. Енді сіздің кандидаттық жұмыстың аты ұлтаралық қатынастар. Ұлтаралық Қазақстандағы. Қазақстандағы ол кездегі енді жағдай түсінікті. Демографиялық жағдай. Қазір кезде енді осы тақырыптың таңдау себебіңіз қалай болған жеттіңіз? Бұл біріншіден мынадай, менің ғылыми жетекшімнің өзінің проблемасы осы болатын. Ұлттар мәселесі болатын. Ал шын мәнісінде бұл күрделі мәселе. Әрине, кешегі кеңес үкіметі кезінде бұның басқаша аспектілерді қаралған жағдайлары бар. Ал бірақ ұлтаралық қатынастағы мәселелерді зерттеу о кезде де болды. Бұл кезде де болып отыр. Бұл өмірі сөнбейтін нәрсе, өмірі өшпейтін нәрсе. Бұл мәңгілік тақырып. Сондықтан бұндай тақырыпқа баруымның сол жетекшіме байланысты болды да, және мен ол тақырыпты, сол тақырыпқа барғаным менің келешегіме жақсы болды. Мен мына ұлтаралық қатынаста осы мәселелерді, бірсыпыра нәрселерді білуге мәжбүр болдым. Өйткені кітап оқу керек болды, іздену керек болды, жазу керек болды, мақала жазу керек болды, тағысын тағы. Сондықтан ұлтаралық қарым-қатынас қай бір қоғам болмасын, қай бір мемлекет болмасын, ол үшін бұл
не өте бір өзекті мәселе. Біздің мына елбасымыздың да қайта халықтың бірлігі, халықтың тұрмысы, мына ассамблеяны құру, оған белгілі бір статус беру, осының бәрі де сол ұлтаралық қатынастың туындап жатқан дүниелер ғой. Қазірде де мәнді, ертеңде мәнді бола береді. Ел барда, халық барда бұл мәселе мәнді бола береді. Мәні арта түспесе, еш уақытта кеммейтін дүние. Енді рахмет, сұрағыңыз, жауабыңыз енді түсінікті болған шығар. Бірақ бұл жерде сіздің айтып отырған әңгімеңіз жайында мынандай не өзім сезініп отырмын да, кеңес заманы ыдыраған кезде және өзгерістер болмай қалды деп қазақ халқы, қазақ елі өзі дайын болды ма тәуелсіздік алуға? Және сіздің өзіңіздің сол тұрғыда, сол кездегі мысалы сіз телеарна басшысы келген уақытта ол кезде сіздің күйіңіз қандай болды, болашаққа қарай көзқарасыңыз қалай болды? Бұл өзі өте бір маңызды сұрақ айтайын. Мына Әлихан да, Мұстафа Шоқай да Алашорданы құрғанда, Мұстафа Шоқай Қоқан автономиясын құрғандағы екеуінің де ең негізгі мәселесі біздің халықтың кенжелі келе жатқандығы. Кадрлердің жоқтығы, қорғанысқа техниканың жоқтығы, қаржының жоқтығы, оқыған адамдардың аздығы, осы мәселе көп мәселе болды. Бұл Алашорданы құрғанда да, Түркістан таятын құрғанда да осындай проблема болды. Бірақ бізде бір мынадай нәрсе бар. Біз кеңес үкіметі кезінде шын мәнісінде дүниежүзіндегі аса бір сауатты елдердің бірі болдық. Оқымаған, білімді болмаған адамдар аз болды. Және оның оқу жүйесі бөлектеу болды. Мен сол кезде оқып, мен ол жүйеге мысалы көңілім қалған жоқ. Қайта мен ризамын сол жүйеде сондай білім алып шыққанымызға. Ал енді оның ең қиыны неде? Біз көп нәрсені саясаттандырып жібердік кеңес үкіметі кезінде. Бәрінсе, мысалы, менің бір қызық нәрсе айтайын. Германияға бардым. Бізбен қызмет істеп жүрген, комсомолдағы кезінде қызмет істеп жүрген жігітім, ол екінші әйелмен тұрады екен да. Мен айтам, қалай сен комсомолда істейсің? Екінші әйелің бар. Десем айтты, оның қандай қатысы бар комсомолға дейді. Бізде ол кезде алып көрші. Я болмаса бірдеңе әңгіме болсашы, жұмыстан қуып жібереді. Бұл жеке менің тіршілігім дейді. Қажеттілік болды, үйлендім, қажеттілік болды. Ажырастым бір жайым. Міне осындай нәрселерді бізде саясаттандыру мәселелері көбірек болып кетті. Ал енді тәуелсіздікке бір шын мәнісінде экономикалық жағынан да біз білім, әлеуметтік жағынан көп кадрлар болғанмен, біз кейде соны түгел пайдалана алмадық қой деп ойлаймын. Және біз тәуелсіздік жолды біз таңдауда да бірсыпыра нәрселерден қателіктер жібердік. Біз мысалы қайта құру дедік. Горбачевтың идеясы қайта құру. Бұл шынында қайта құру болған жоқ. Бұл қайта қирату болды. Колхоз совхоздың бәрін қираттық. Техниканың бәрін жекеге кетті. Бар малды саттық. Ал соны сақтап қалуға болатын бе еді? Болатын тұл. Сіздің ойынша сол 80. Оны жаңағы меншік түрін өзгертіп, ұстап қалуға болатын. Ал сөйтіп жүргенде, сонда ұстап қалған шаруашылықтар болды. Мен сайлауға түсіп жүргенде, сондай шаруашылықтарға барсам, комбайны бар, жаңағы гаражы бар, мастерской бар, бәрі жіпті. Ал кейбір жерге барсам, я комбайн жоқ, я трактор жоқ, я басқа құралы жоқ, жеке-жеке болып кеткен. Енді жалпы ортақ қырман да жоқ. Сол қырманның бір шетін асан алған, екінші шетін үсен алған, ембісі жаңа қырман салған, сөйтіп бөлектеп кетті. Осыдан біз пайда таптық па? Ал кейін соларды бір шаруашылықты 8-9-ға бөліп жібердік. Мен сол кезде телевидение істедім. Барып, сол телевидение түсіріп жүрдік қой. Сосын кейде әзілдеп жаңағы облыстың басшысына айтамын, қатар қимыл істеген. Сол кешегі нәрселерді қайтадан түсіріп келсем қайтеді десем, күледі ғой. Ал түсірген кезде барды, ертеңінде тым жоқ қой. Сондай нәрселер көп болды ғой. Бізде көз бояушылық көп болып кетті.
жергілікті жерде осыны сауатты ұйымдастыру деген мәселе болыңқырамады. Ал капитализмді төртері болды. Оның төрттерін ең мықтыларын таңдауға болады. Соған кейде біздің біліміміз жетпеді деп ойлаймын. Кезінде кеңес заманында жабайы капитализм деп, батысты жабайы капитализм деп. Енді кеңес заманы шын мәнісінде капитализммен қарсы болды. Бірақ бір нәрсені еске алу керек. Біз қазір буржуазиялық жолға түстік. Әлихан Бөкейхан айтады. Біз батыстың буржуазиялық жолын таңдаймыз дейді. Бірақ дейді, өзіміздің тарихи ұлттық ерекшеліктерімізді ескере отырып қабылдаймыз дейді ғой. Міне көрдің бе? Қандай методология, әдіснама. Біз қазір шетелден бірдеңе көрсек, ойбай шетелде мынау болып отыр екен, соны істеуіміз керек деп шығамыз. Олай болмау керек. Шетелдегі жағдай қалай, халықтың өресі қалай, әлеуметтік жағдайы қалай, саяси жағдайы қалай, әл-ауқаты қалай, білімі қалай, парасаттылығы қалай, мәселеге қалай қарайды. Соның бәрін тексеріп барып байлану орнына алып келеміз де, кеше кеңес үкіметі кезінде де жүзеге асыра алмай қалған көп нәрсеміз болды. Капитализмнің біраз нәрсесін алғымыз келді біз, бірақ ала алмадық. Өйткені біздің кеңес үкіметінің негізі басқаша болды ғой. Бұл тапқа бөліну, пролетариат диктатурасы дейді. Кедейлердің диктатурасы, кедейлердің билігі дейді. Халықтың билігі қайда? Ең оқығандарымыз, білімді адамдарымызды қудық, қудаладық. Істемеген нәрсеміз жоқ. Молдаларды қудық, ишандарды қудық, өлтірдік, аттық. Олай болмау керек. Егер шетелдегідей соларды жақсылап пайдалана біліп, кедейлерді көтерудің орнында байларды қырып, малын қырып, кедейлендіріп, ақырағында қашып шетелге кетті. Көрдің бе қалай? Бізде қайта құруда да кейбір кемшіліктердің кеткені рас. Біз капитализмнің, мен өзім айтам, қандай бір қоғам болмасын, ол қоғамның оның плюсы минусы болады. Міндетті түрде. Қайшылықты жағдай болмай тұрмайды. Мысалы, Маркс капитализмді сынағанда неге сынады? Капитализмді сынағанда Маркс бұл капитализмнің халықты ақшаны билік бетеді. Ақша билік бетеді адамды деді. Біз капиталдың алдында бас июші болмауымыз керек деген идея болды. Ал қазір қалай болып жатыр? Қазір көп мәселені ақша шешіп жатыр ғой. Міне осындай қайшылықты жағдайларына келгенде біз өзіміздің ұлттық қасиеттерімізді, парасаттылығымызды, имандылығымызды, адамгершілігімізді, әділеттілігімізді, тағысын тағы адами қасиеттерімізді, ұлттық қасиеттерімізді алға шығару керек еді. Біз капитализмнің қайшы жақтарын жолатпауымыз керек. Біз бұл тура жол дедік те капитализмге түстік кеттік. Енді қазіргі кезде біз мысалы 200-ге тарта мемлекеттің ішінде 120-шы орын аламыз. Мына коррупцияда. Ақыл жақсы ма? Жақсы емес. Әрине, күрес қатты болып жатыр. Ал бірақ бұл күресінде формасы әлі сол жетісі. Енді біз сәл енді сіздің өмір баян жолынан саясатқа түсіп алдық та. Кетіп қаламыз ғой. Енді қайта оралып сіздің енді жаңа тұрмыс құру деп бастадыңыз. Енді бұл жерде кішкене қазақ мәдениетіне қарай қатысты бір-екі сөз болса, бұл жерде енді сіз тұрмыс құрған кезде қазақ дәстүріндегі бар салт дәстүрлер қандай сақталды, бар қазіргі кезде мүмкін қазіргі кезде енді көп жағдайда жастар оны көп білмейді мысалы, және көбі ұмытылып жатыр. Мысалы, өткенде жігіттің қыз алдына ұсыныс беру деген тізерлеп тұрып ұсыныс беру де өзінің көптеген қайшылық нелерге тудырып жатыр мысалы. Сондықтан бұл жерде сіздің заманыңызда мысалы сол кездегі тұрмыс құрған кезде қандай салт дәстүрлер болды? Олар қазіргі кезде сақталды ма? Мына біздің енді отбасын құрған кезіміз әрине заман бөлектеу болды. Мен жолдасымды өзім 10-шы класста оқыған, мен жолдасымды 8-ші класста оқитын еді, содан білетін тұғым. Бірақ біз көп бұлай араласып жүрдік те, тұрмысты қайда кейін 65-ші жылдар құрдық. Институтты бітіргеннен кейін. Өйткені институтты бітіруіміз керек болды. Ол менің жолдасымда проблемасы болды. Үйінде осыдан басқа
өзі адам болмады жұмыс істейтін, оқығанда осы ішіндегі ересегі үлкені осы болды. Одан кейін барып болды. Бірақ бізде ол кездегі бір дәстүр, біз мынау жаңа төкпе тойларға ондай жоқтау біздің кезімізде. Қазір бірінен бір қалмай, тіпті кредит алып той жасау дегендер шықты. Төгіл бәрін ал сөйтіп жатады да, түстен кейін ажырасып жатқан жағдайлар да бар. Мына біз тағдырға, біріміздің тағдырымызға біріміз жауапкершілікпен қарадық. Ол әкесі жоқ, менің де әкем жоқ. Мен отбасында жалғызбын, екі шешенің ортасында біреу. Ол анасы бар, інісі мен сіңлісінің алдындағы адам. Сондықтан біз бұл мәселеге шамалы байыптау қарауға тырыстық. Асығыс жасамадық. Институтты бітірдік, орналастық, жұмысқа орналасып, бірер жыл жұмыс істеп барып, тұрмыс құрдық. Меніңше ол дұрыстап болған сияқты. Біз ол кезде ол ресторанға, ресторанда жоқ, біз үйге жасадық тойымызды. Комсомол кезінде, қалалық комсомол комитетінде істейтін кезімде үйлендік. Енді Құдайға шүкір ғой, қазір 65 жыл болса, мен енді осындай өмірде 53 жыл болады. Біздің тұрмыс құрғанымызға. Қазір шүкір шөбереде бар. Қызымның үлкені үйленген, немересі бар қызым. Енді қазір шөбере дейміз ғой, шын мәнісінде ол жиен ғой. Бірақ шөбере деп атаймыз. 3 балам бар. Үлкені Москваның Плеханов институтын бітірді. Қызым, үлкен қызым, қызыл дипломмен бітірді. Қазір осында жұмыс істейді. Ұлым мына министрлікте жұмыс істейді. Бұрын КНБ-де істеді. Әлде де КНБ-дің санағында полковник, министрлік ұлттық қауіпсіздік комитетінде істейді. Кіші қызым Москвада жұмыс істейді, тұрмыс құрған. Сонда 2 баласы бар. Үлкен баласы қазір институтта оқып жатыр, кіші мектепте. Енді отбасын алған уақытта өзінде 2 қыз бар, ұлым бар. Шүкір, біз өзіміз ендігі өміріміз сол немерелердің қызықтау. Мені жаңағы ұлымның бір қызы бар, Әйгерім деген. Сол қызды мен өзім қызым деймін. Биыл мына Евразия университетіне түсті. Кеше қыстың күні экзамендердің бәрінде 5-ке тапсырып шықты. Өз мектепте алтын медаль ала қойған жоқ, бірақ қызыл диплом алып еді, қызыл аттестат алған. Кеше енді осы жаздық экзамен, енді бір экзамен қалды, 4 экзамен тапсырды. 4 экзаменде 5-ке тапсырды, 90-дан жоғары балл алды. Енді ертең бір экзамен бар. Шүкір деп ойлаймын. Сол белгілі бір анасының, папасының тәрбиесінің арқасында балдары қазір жаман оқып жатқан жоқ. Біздің қазіргі бір үлкен сүйенішіміз осы. Мен өзім ойлаймын, егер адам отбасынан бақыт таба алмаса, ол еш жерден бақыт таппайды. Жұмыстың бақыты да уақытша, қызметтің бақыты да уақытша, ғылымның бақыты да уақытша, бәрі де уақытша. Ал нағыз баянды бақыт ол отбасында. Отбасында бақытты болған адам, мен ойлаймын, толық бақытты адам деп ойлаймын. Құдайға шүкір, мен сондай бақытты адамның бірі деп есептеймін. Жақсы, рахмет. Енді бұл жерде тұрмыс жайында айттық, енді туған жер жайында. Енді Қызылорда өңірі, сыр өңірі дейді. Сонда балалық шақтан бастап ержетік. Енді өмірдің жартысы жолы сол жерде өтті. Рас қой. Енді елбасымыз сыр бойын Алаштың анасы деп атады. Бұл жайдан жай емес. Оның үлкен тарихы бар дүние. Біз сол жерде дүниеге келдік. Қазір енді Сырдария ауданы, Қызылорда облысының Сырдария ауданы Айдарлы елді мекенінде дүниеге келдім. Мен осы ауылдан ертерек кетіп қалдым да қалаға, сол 5-ші класстан бастап қалада оқып, ауылға барғым келеді отырамын. Осы кезде енді ылғи барып тұрамын. Елде барып тұрамын. Сосын бір балалық шақ баяғы бірде қызық қой енді. Бала күнімізде бізде сол Айдарлыда Әуешіңет деген шөмет болды, көл.
ол біздің көлдің кішілерді бізде шүмек деп айтады. Сонда баладан жаңағы суға түсеміз де сол балшық алып шығуға ұмтыламыз. Сонда балшық алып шықсақ бір геройлық алғандай мақтанып сөйтеміз. Ал кейде деміміз жетпей қалады. Сонда есейіңкірегесін сол қалада отырғанда соны іздеп бардым ғой енді. Көрейінші осы жер. Ол кезде анау жоғары жақтан үйректер балапандайды да, балапандардың бәрі сол шүңетке келеді. Бәріміз сол балапанды қуамыз кішкентай күнде. Ол жеткізбейді. Ұстаймыз деген жеткізбейді. Соны барсам, жаңағы шүңетіміздің жерінде есек аунап жатыр. Баяғы су жоқ. Бала күнімізде суды кешіп тұрып, жаңа Ахмет деген әкеме мені қалдырмайтын. Енді ол кісінің бір ерекшелігі, огородқа, қауынға барса да, шөпке барса да мені қасынан қалдырмайды, бір жағы серік болсын дейді, бір жағы көз үйренсін дейді ғой дейді. Сонда суды кешіп жүріп, қамсыратымыз. Солардың бәрі кетіп қалды. Дегенмен, сол жер ыстық. Өйткені мен сол жердің баласымын. Сол жердің қасиетін бойыма жинағам. Сол жердің рухын, сол елдің рухы менің рухымда бар. Сондықтан мен Одегеге қазір тіпті үлкен кезде ширек барам. Биыл бір үлкен жұмыс атқардым. Менің нағашы әкем Ақтаралда сол мешіт ұстаған, қазір мешіті бар. Мешіті Айдарлы қомның шамалы төмендегі жерге қай жылы барып көрдім. Төбе салынып қалғанда, бірақ мешітке қазір тұрғанына, қам-кесектің тұрғанда 100 жылдан асып кетті. Ана қам-кесекті көтеру деген зіл тас болған. Енді бір ойым бар, реті келсе сол мешітке кішкентай бір табличка қойғым келеді, атамның атын жаздырып, осы мешітті ұстаған деп. Сол атам Пақтаралда қайтыс болған, қай жерде жатқан белгісіз. Енді әжем, өзім туған шешемнің шешесі, бала күнімде қайтыс болды, оны жерлеуге барғанмын. Оның қасынан бір канал қазған кезде канал жырылып кетті де, әжем бейіті де жеп кетті. Соған бейіл арнайы ауылдағы үлкен бейітке ескерткіш қойдым. Қазір мысалы 79-ға келдім. 79-ға келгенмен сол ауылдың ыстықтығы, анау Айдарының ыстықтығы, Қызылорданың ыстықтығы, ол мен әлі майыншыл суған жоқ. Ол қайта ыссы бола түспесе, әсте суған емес. Өйткені барғанымда бірге оқығандарды көрем, барғанымда кеше бірге жүрген жолдастарымды көрем. Барғанда мені, үлкен кісі болса, айналайын деп басынан сипайтын адам бар, бірақ оларды азайып қалды. Бірақ қазір енді біздің өзіміз көп адамның басынан сипқымыз керек болып қалды. Сондықтан туған жерге деген ыстықтық, ол ешқандай сөнбеу керек. Қайта сол туған жер адамды белгілі бір жағдайда, белгілі бір белес-белесте жетілдіріп отырып, өсіріп отырып, жігер беріп отыру керек деп ойлаймын. Ол үшін туған жердің қадірін білу керек. Жақсы. Жаңа сіздің нағашы атаңыз, неде Мақтаралда жатқан, ол сіздің нағашы атаңыз ба, қайын? Туған нағашы, шешем туған әкесі. Өзім туған. Ал өзіңіздің өзіңіздің атаңыз? Менің әкем 42-ші армияға кетті, жоқ болып кетті. Оның аталары ерте қайтыс болып кетті. Әжеміз де ерте қайтыс болып кеткен адамдар. Мен ол кісілерді көре қойғаным жоқ. Енді менің шындап келгенде шөбереден жақыным жоқ, ағайын туыстарым. Өйткені біз өзі үлкен атамыз 4 ағайынды болған екен. Сол 4 ағайындыдан қазір 3 жігіт қалып бір деңгейде, шөбере деңгейінде. Соның екеуі кетіп қалды, мен қалып отырмын ортасында. Сондықтан туысқан менде өте аз. Бірақ барын қанағат етеміз. Шеже өз жеті ата деген Оның бәрін жақсы білеміз. Өзіңіз немерелеріңізге, шөбереңізге айтып жүресіз бе? Бұл енді мына бір қызық нәрсе бар. Әз-Тәукенің кезінде Мүсірәл деген, Мүсірәл Керейт Қожа дейді, сол кісінің басы болған. Әз-Тәуке өзі сайланғаннан кейін, хан болғаннан кейін, өзінің жарлығымен Әз-Тәукен дінбасы еткен. Сол дінбасының екі бір мәселесі бар. Ол айтады, 7 жасқа шейін үйленуге дін бойынша тыйым салған.
сосын аралас некеге тыйым салған. Ол мынадай мысал келтірді, қашырды мысал келтіреді. Қашыр әрі қарай дамымайды. Соны ойланып қарасаң, мен соны көп ойланам. Қазіргі кеше кеңес үкіметі кезіндегі қазіргі аралас некелері біздің қазақ дамытып жатқан жоқ. Көбісі басқа. Мен енді парламентте жүргенде бір екі жігітті білем. Біреуінің әйелі армян еді, балдарының бәрі орыс бітті, орыс алды. Біреуінің әйелі орыс еді, баласы орыс алды, қызы орысқа шықты. Ал енді біреуінің әйелі еврей еді, ол Оралдан қазағына құда түсіп, баласына қазақтың қызын алып берді. Еврейдің бәрі. Егер де орыс алатын болса, я ол орыс болмайды, я қазақ болмайды. Мына мен евреймін, қазақ алып берсем, мен болмаса қазақ болып қалады ғой деп ойладым. Міне бұл мәселені біз қазір көп ойлануымыз керек. Мен осы биыл мына Қазақстан заманы газетіне бір мақалам шықты. Көп этносты қазақ қайда барасың деген бір беттің мақала шықты. Осы мәселені көтердім. Мына аралас некеге мен қарсымын. Әрине, біреу айтады ғой, ол заңменен я болмаса біреудің оқымайды. Әрине рас, ол әркімнің өзінің қалау. Бірақ дегенмен де қалауды да дұрыс қалау керек. Дұрыс қалау керек. Мысалы, ұлы кісілердің өмірін алып қарасаң, басқа ұлтқа үйленген ұлы кісілерден кімді айта аласың? Ешкімді айта алмайсың. Ұрпақтарды. Бұл біздің жастарды қатты ойландыру керек. Қазір мына қыздардың басқа ұлтқа шығуы көбейіп жатыр. Бұл да қателік. Рас, тұрмыстан жағдайы бар. Қытайға шығып жатыр, кәріске шығып жатыр, түріктерге шығып жатыр, басқаға шығып жатыр. Біз жастар бұл мәселені ойлауымыз керек. Біз халқымыздың болашағын ойлауымыз керек. Халқымыздың болашағын ойлайтын болсақ, бұл мәселеге біз әлде де ойланып баруымыз керек деп ойлаймын. Өйткені бұл қоғам ішінде, келешек ішінде, жалпы ұлтымыз ішінде аса маңызды мәселе деп ойлаймын мен. Иә, жақсы. Толығымен сізбен келісемін осы тұрғыдан. Шынында өзекті тақырып, оған басқа бір жалпы уақыт керек талқылау үшін. Әрине. Енді дәстүрге қайта оралсақ, мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Енді дәстүрімізде енді аттастыру деген дәстүріміз бар, иә? Осыған сіз өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Осы мысалы қазір кезде рухани жаңғыру деп көптеген нелер айтылып жатыр. Енді бізге келешек ұрпаққа осындай аралас некелер болмау үшін әрі қарай бейбіт өмір, яғни отбасылық белгілі бір мәдени құндылықты сақтау үшін оны қолдануға бола ма? Бұл өзі меніңше қазірдің өзінде бар. Кейбір ата-ана өзінің таныс білетін ата-аналардың балдарына алғысы келеді. Өйткені ата-ананы біледі, баланың қандай екенін көріп отыр. Ал біз көп жағдайда көрмей, білмей, көп қателік орнып жатырмыз. Сондықтан егер де мына баланың өз таңдауы біледі ғой, бірақ дегенмен де бұған өте байыпты қарау керек деп ойлаймын. Егер мен ойлаймын, еркектің бақыты әйелінде. Егер шын бақытты болғым келсе, бұл мәселеге өте қатты қарау керек. Мен кейде айтамын былайша, егер бір жігітке ренжісең, ренжудің керегі жоқ, қарғыс айтудың қажеті жоқ, жаман сөз айтудың қажеті жоқ. Бірақ айтамын, оған қатты ренжісең, әйелің оңбасында бітті, ол жігіттің тағдыры шешілді. Ал енді осы мәселенің екінші жағын арасаң, бар бақыт еркектің бақыты әйелінде. Мен өмірде көп көріп жүрмін. Шын мәнісінде жақсы кісілерге үйленген еркектер орта сауатпенен, орта қабілетпен биікке шығып кеткендер бар. Ал биікке, өзінің білімімен биікке шығатын адамдар әйелдің жағдайымен төменде жүргендер көп. Халықтың қатарына кіре алмай жүргендер көп. Сондықтан бұл мәселеге біз егер де әрбір азамат, әрбір жас өзінің ертең шын бақытын ойлағысы келсе, әйел дұрыс таңдау керек жолдасты. Ұнадау, мынаның көзі жақсы екен, мынаның түрі жақсы екен, мынаның сөзі жақсы екен, киімі жақсы екен деген бәрі нәрсе.
Кейбір жастарымыз бар. Біліп, танысып, пәлен жыл жүріп, 4-5 жыл жүріп, әбден көзі қанып, екі жақта ата-аналарды танысып, білісіп болғаннан кейін, бізде енді біз семья құрамыз деп, семья құрып жатқандар бар. Мен жақында бір жиенімнің қызы солай болды, көптен айтып жүрген, бірақ соның тойын жақында өткіздік. Міне бұндай нәрселер парасаттылық керек. Мен бұны қызға да айтар едім, ұлға да айтар едім. Және тағы бір жағдай бар. Ол да қызда 2 отбасында өсті. 2 отбасы 2 түрлі. Характер жағынан да, тұрмыс жағынан да, әлеуметтік жағынан да, білім жағынан да, өмір тәжірибесі жағынан да. Ал енді үйлендің бе, бас қостың ба? Бітті ме? Енді 2 жақта бір-біріне бейімделу керек. 2 жақта бақытты болудың жолын байлау керек. Екеу болмау, тұтасу керек. Бір адам болу керек. 2 жарты бір бүтін дегенде бір адам болу керек. Біреу биік дегенде біреу аласарып, біреу ашуланғанда біреу күліп, сөйтіп отырып бір-біріне бейімделіп, бұл бақыттың жолын қалай табамыз деп екеуміз деп отыратынбыз, оны табады. Табу қиын емес. Бірақ соған ой жіберіп, сондай бір зерделеп, ақыл жіберіп, байыптап қарау жетпей жатады ғой. Пәленшенің қызы ғой, әкесі тәуір адам ғой. Ойға кәтежі бар, пәлені бар, соны алам деп ұмтылатындар бар. Я болмаса, пәленшенің баласы сондай ғой. Мен соған шығам, сонда бақытты болам дейді. Ал ол дүние бақыт болмайды, ол қызмет бақыт болмайды, ғылымдық бақыт болмайды. Бақыттылық екеуін бірге табысып, бірге үндесе білгенде, өмір сүре білгенде деп ойлаймын. Сондықтан осы ең өмірдегі бір аса мәнді нәрсе, аса маңызды нәрсеге жастар қатты қарау керек. Сонда өз болашағын өзі қамтамасыз етеді. Өз келешегін өз көзге елестетіп отырады. Ал олай болмаған жағдайда тұрмыс құра алмай қанша қиыншылыққа ұшырап жүргендерді көріп жүрміз. Тұрмыс құрып алғаннан кейін де қанша қиыншылыққа ұшырап жүргендерді көріп жүрміз. Нағыз ойланатын нәрсе осы. Ана бір ойшыл айтқан. Еркек дейді, үйленерде ана етік сатып алғандағыдай да ойланбайтын жағдайлар болады дейді. Етік сатып алғандағы да ойланбайтын жағдайлар болады еркектің дейді. Мына «Мері мудрых мыслей» деген кітапта сондай бар, сондай ой бар. Шында да солай бар, ой бар. Ана бір тәуір екен, жақсы екен, ал бәлкім тәуір емес шығар, бәлкім жақсы емес шығар. Бұл мәселелерге қаттырақ қараса, мен жастар өзінің болашағын қамтамасыз етеді деп ойлаймын. Енді осы жерде мынандай отбасы құрғаннан бері бала тәрбиесіне қатысты көптеген отбасылар қазіргі кезде бала тәрбиесіне қарай енді заман талабына сай ма, қазіргі кезде енді көп ата-аналар жұмыс жасайды, жұмыс істейді, бала енді қараусыз қалады деп біреудің тәрбиесінде болып кетеді. Сол жерде бала тәрбиесіне қатысты бір сөз айтсаңыз. Бұл қазіргі жастар меніңше мына бүгінгі қоғамдағы бір өзекті мәселелердің бірі. Өйткені бала біздің болашағымыз. Біз кімді тәрбиелеп жатырмыз, қалай тәрбиелеп жатырмыз, болашағымыз соған байланысты. Жаңа айтып отқаның рас. Жастар әсіресе азында екеуі де ерте кетеді, балдар қараусыз қалады. Балдар компьютермен, соткамен ойнап отырады, тағы бір техникалық құралдармен. Әке-шешесін тәрбиелеуге уақыт жоқ. Балабақша, бүгінгі балабақша, ол тәрбие мәселесін толық шеше алып отырған жоқ. Және бүгінгі жастарымыздың, балдардың көбісі әлі балабақшамен қамтылған жоқ. Мысалы, енді шамалы ескіріңкіреген шығар, Астананың өзінде де 17 мың бала балабақша өшіп тұр қазір. 17 мың бала. Ал енді мына жеке балабақша орналастырып жатыр, әртүрлі жағдай болып жатыр. Меніңше бұл мәселені бала тағдырын мемлекет тікелей қолға алу керек. Егер мемлекет өзінің болашағын ойлайтын болса, бала тағдырын тікелей қолға алу керек. Бұның қандай жолдары бар? Бірінші, балабақшаны жөндеу керек. Балабақшадағы тәрбиешілерді жөндеу керек. Балабақшадағы тәрбиені жөндеу керек. Басқаны жөндеу керек. Сосын қоғам, біздің мемлекет ата-ананың бала тәрбиелеудегі рөлін күшейтуіміз керек. Ол күшейту жолы не?
ол мына ата-аналардың мүмкіндігі болғанша әсіресе ананың бала тәрбиесіне көбірек көңіл бөлу жағын ойластыру керек болады. Өйткені баланы тәрбиелейтін ең негізгі ана. Ананың құрсағынан шықты, сол ананың құрсағынан ұзағанша, ол ертең азамат болып үйленіп кеткенше сол ананың құрсағынан шыққанмен құшағынан шыққан жоқ. Сондықтан ананың бала тәрбиелеуге мүмкіндіктерін қаттырақ қарастыруымыз керек деп ойлаймын. Кеше кеңес үкіметі кезінде бұндай мүмкіндіктер болды. Мысалы, күйеуі жұмыс істесе, анасы үйде отырып, күйеуінің ақшасымен күн өтіп отырды, баланы тәрбиелеп берген еді. Бүгін ондай мүмкіндік жоқ. Сосын екінші жағы бар. Қазір ата-аналар, балдар жас үйленгендер әке-шешесімен отырмайды. Әке-шеше бөлек, жас семья бөлек. Ал енді баланы бір жаққа тойға баруға тастап кету керек пе? Әке-шеше керек. Суббота демалысқа, қол босқа балдарды тәрбиелейтін, айналдыратын керек пе? Керек. Мектепке апаруға әке-шеше керек пе? Керек. Алып келуге әке-шеше керек пе? Керек. Спорт секцияларына апаруға әке-шеше керек пе? Керек. Алып бір кетіруға керек емес. Егер бала атаны әжесімен, атасының қазіргі ата мен әже өте оқыған аналар, сауатты аналар, олардың балдарға берері көп болар еді. Менімше, мына ұлттық тәрбие ата мен әжеден тарайды. Қазіргі жастардың бұларда, жас семьяларда ұлттық тәрбие деген нәрселер жоқ. Мен өзімнің басымда да бар, менің өмірімде де бар. Жаңағы немерелерімнің қазақ тілін еркін білмейтін жағдайлары бар. Енді соны бүгін бір немеремен келістім. Сен бұдан бұлай енді үйреніп келе жатыр еді. Маған қазақша сөйлеп, мен айттым, бұдан бұлай менімен қазақша сөйлеп жүрсің ғой. Енді әке-шешеңмен қазақша сөйлесің, орыс мектебінде оқиды. Енді біздің қазақ мектептерінде проблемасы көп. Қазақ мектептерінде біздің қазақ мектебі жетпейді әлі. Жетіспейді қазақ мектептері. Қазіргі Астананың өзінде әр мектепке жылына 10 шақты класс ашылады. Классқа түседі балдар. Бір мектеп. Оны оқытатын мүмкіндіктер болмайды. Оның мұғалімдеріне де мүмкіндіктер жетіп жатқан жоқ. Шын мәнісінде маман мұғалімдер, тәжірибелі мұғалімдер, шынымен ұлттық рухы мықты мұғалімдер өте аз. Мектепке барсаң, қазақ мектебі болсын, орыс мектебі болсын, мүмкіндігі болса сізбен орысша сөйлеседі. Көбісі әйелдер. Мен ойлаймын, біздің қазақ қыздары мен әйелдер аман болса, қазақтың тілін бір күні көметін шығар деп. Өйткені тіл бұл анаға байланысты. Тіл қызға байланысты. Өмірде көріп жүрмін. Жап-жас қыздар келіп орысша сөйлейді. Айналайына мен соншалықты орысқа ұқсап тұрмын, бұның не десем, үйреніп кеткенім сол. Айналайын, мәдениеттілік өзің тіліңді сөйлеуден басталады. Мәдениеттілік ана тұрған адамның ұлттық тілінде сөйлеуден басталады. Кейбіреулер айтады, орыс тілін білген мәдениет жоқ, олай емес. Өзінің ең бірінші өзінің ана тілін білген мәдениеттілік. Содан кейін біле бер. Ана айтып қалдым ғой, Мұстафа Шоқай мысалы 9 тілде жазғанда. Міне осы мәселеде бізде үлкен қиыншылықтар болып отыр. Бұл әрине мына отбасы деп отбасын біраз қарап жатырмыз, бірақ мен кейде ылғида айтып жүрмін. Жалпы отбасын, бала тәрбиесін де бізде бір үлкен тұжырымдамалық құжаттар керек деп ойлаймын. Мемлекеттік деңгейде бала тәрбиесі қалай болу керек, отбасы қалай болу керек деген мәселелер тәуелсіз елдің, тәуелсіз мемлекеттің отбасы қандай болу керек, тәуелсіз мемлекеттің отбасы қандай болу керек, тәуелсіз мемлекеттің баласы, ата-анасы қалай болу керек, баласы қалай тәрбиелену керек деген нәрселердің тұжырымдамалық негіздері болып жатса артық болмаған болар еді. Біз бағыт-бағдар беріп отыруымыз керек. Өйткені жұрттың бәрі де сауатты емес, жұрттың бәрі де педагогиканы біле беретін емес, жұрттың бәрі де психологиядан хабар емес. Мысалы бүгін енді қазір мәселе көтеріліп жатыр. 5-ші класстан бастап 1-ші классқа беру керек дейді. 1-ші класстан қабылданады дейді. Үлкен интернетте жаңалық есебінде ұсынылып жатыр. Бір керемет жаңалық. Ал
бұл қайшылықты дүние. Ол бала ертең дұрыс сөйлесе алмайды. Ол анау 6 килограмм кітапты көтеріп барып келуге, ол қыз баланың да ертең омыртқалары бұзылады, оның денсаулығы бұзылады. Мына Әлихан бағана айтып қалдым ба, Ахмет Байтұрсынов бізде бастауыш мектеп 5 жылдық болу керек дейді. 3 жылда бала оқи алу керек, сөйлей алу керек, жаза алу керек. 3-ші класстан бастап, 4-ші класстан бастап орысша оқыту керек деді. Ол кеше Ахмет Байтұрсыновтардың қазақтың тұтастап отырған кезінде, қазақ тіліне, орыс тіліне соншалықты беріле қоймаған кезімізде, әлі шала қазақ болмаған кезімізде айтылған дүние. Ал бүгін тіпті бөлек. Біз ғасырлар әбден теперіштеп отырдық тілден. Кеше кеңес үкіметі кезінде 2 конституцияны қабылдадық. 37-ші жылы, 78-ші жылы біздің 2 конституциямызда тіл жөнінде ештеңе болған жоқ. Мынау тәуелсіз еліміздің 93-ші 95-ші жылы 2 конституция қабылданғанда екеуінде де тіл, мемлекеттік тіл, қазақ тілі деп шықтық. Бұндай нәрсе болған жоқ. Ол кеше қанауды бізде неден бастады? Тілді құртудан бастады. Неден бастады? Дінді құртудан бастады. Неден бастады? Ділден бұрды ғой. Егер тілін, дінін бұзатын болса, ол халықты кез келген халық етуге болады. Мына патшалық өкіметтің де саясаты осы болды. Ал соның саяси жалғасы болған кеңес үкіметінде осы саясат болды. Біз соншалықты ғасырдан бері көрген, қордаланған нәрсені біз шын мәнісінде былай түбірлі шешпесек, бұл қиын. Мен мысалы өзім мемлекеттік тіл туралы заңның болғанын қалаймын. Біз мына бір топ ғалымдар 2008 жылы заң жасағанбыз жобасын. Сол ана тілі газетіне шыққан болатын. Соны қайтадан қарап, жігіттер осы қазақ үні газетіне шықты. Ана тілі, мемлекеттік тіл туралы заң жобасы. Біз мемлекеттік тіл туралы заңды қабылдау керек деп ойлаймыз. Әне елбасы айтып қалды ғой, парламент, өкімет қазақша сөйлеу керек деді. Ал бірақ аяғы не болды. Осындай өте бір қайшылықты жағдайлар болып жатқан кезде ағылшын тілін қай уақытта оқытамыз, қалай оқытамыз деген нәрсені біле алмай жатқан кезде орыс тілінде араластырып, басқа елдерде бұлай қатар жатқан, екі тілде оқытып жатқан елдер жоқ. Ресейде мысалы орыс тілі, сосын ағылшын тілі. Бізде қазақ тілі, орыс тілі, сосын ағылшын тілі. Қытайда қытай тілі, ағылшын тілі. Басқа ешбір елде осындай жоқ. Бұл нәрсені біз есепке алуымыз керек қой. Міне осы нәрселердің бәрі есепке алмаушылықтан көптеген қайшылықтар болып отыр. Оны меніңше бұл нәрсені парасатқа, пайымға салу керек деп ойлаймын. Сонда біздің бала тәрбиесіндегі көп мәселені шешкен болар едік. Бұл жерде енді түсінікті ғой тіл мәселесіне қатысты. Сіз осы тіл депутат болған кезде тіл заңы жайында бірқатар комиссия неге қатыстыңыз? Мен заң жобасын қабылдауға араластым. Бірақ қазір кезде сіздің көңіліңіз толмай тұр ғой. Мысалы біз көптеген адамдардың көп толмайды мысалы, қазіргі кезде сіздің ойыңызша қандай қадамдарға бару керек? Және сіз айтып отырған заң қабылданған кезде біздің көрші елдермен қарым-қатынас бұзылатын геосаяси тәуекелдіктер мынадай жағдай. Қиыншылық болмайды емес болады. Бірақ біз тәуелсіз елміз. Бізден басқа елдердің бәрі де мемлекеттік тіл туралы заң қабылдады. Ресейдің өзі 2005 жылы мекен, 99 жылы тілдер жөнінде заң қабылдады, 2005-те мекен мемлекеттік тіл туралы заң қабылдады. Ресейдің орыс тілінің жоғалуы мүмкін бе? Миллиондаған халық бар. Мүмкін емес. Соның өзінде мемлекеттік тіл туралы заң қабылдады. Өзбекстан қабылдады. Әзербайжан қабылдады, басқалар қабылдады. Неге біз қабылдамауымыз керек? Әрине, қиындығы бар, жоқ емес. Бірақ байыпқа салып бізді қабылдамауымыз керек. Мына қазіргі біз тіл туралы жазсақ, дәрі бізге 97 жылғы заң бар ғой дейді. 97 жылғы заңды мен жақсы білем. Өзі 27 ма, 26 ма бабы бар. Оның 15 бабы орыс тілі туралы. Орыс тілін өйтуіміз керек, орыс тілін бүйту керек. Ал сол заңда мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеретіндей бір құқықтық норма бар ма?
іздеңдер, таба алмайсыңдар. Тілдерді білу парыз, тілдерді білу керек, тілдерді өйту керек, бүйту керек. Ал енді анау деректемелік жаңағы баптарда мөр мемлекеттік тілде болу керек дейді. Енді келеді мемлекеттік тілде, орыс тілде, сосын тағып кете береді. Ресми тіл. Бұл қалай болды сонда? Біз даже көшеге шейін жазатын болдық. Қай жерде мысалы көшеде, қай ерде мысалы көшені басқа тілде жазады? Біз қазір енді мына көшенің бәрін қазақша сосын латыншаға жазып жатырмыз бұны. Қазір енді орысшаны қойып, рекламалардың көбісі бірінші қазақ тілінде, сосын ағылшын тілінде жазып жатыр. Біз біресе олай толқимыз, біресе бұлай толқимыз. Толқуды қою керек, бір бағытқа шығу керек. Ал оның жолын іздеу керек. Жолын іздемей, күндердің күнінде біз тілімізді қалыпқа келтірмей, біз халық есебінде сақталмай қалуымыз мүмкін. Халықтың ең бірінші көрсеткіші, ұлттың ең бірінші көрсеткіші тіл. Тілі болмаған елді, оны тәуелсіз ел деп айтуға болмайды. Тілі тәуелсіз болмаған елді тәуелсіз мемлекет деуге болмайды. Мына керек болатын болса, біздің бір үлкен ғалымымыз Нәрікбаев айтқан, бізде мемлекеттік органдарда, басқа жерлерде орыс тілде болып жатқанда бұл заңсыздыққа барады ғой. Сонда конституция қайда қалды? Қазақстан Республикасында мемлекет тіл, қазақ тіл деген қайда қалды? Деген мәселе көтерген. Осы рас, шындап келгенде. Біз құлпақтап, жаңағы бізде құлдық психологиядан құтыла алмағанбыз. Сосын бізде қазақтардың көбісі қазақ тілін білмейді емес, біледі, бірақ үйреніп қалған. Орысша сөйлеу. Үйреніп қалдық қой, дағдыланып қалдық қой дейді. Дағдыдан қашан шығамыз? Тәуелсіздік бізді дағдыдан шығуды талап етіп отыр. Біздің басқа тәуелсіз елдің азаматы, тәуелсіз санасы бар, тәуелсіз құқы бар, тәуелсіз тілі бар, тәуелсіз іс-әрекеті бар, заңға сүйенген адамды қажет етіп отыр. Міне бізге керек осы. Бұл жерде тіл мәселесі өте өзекті. Қазіргі кезде енді жастардың көбі сөйлемейді. Мысалы біздің ұйымның өзінде Білем ғой. сондықтан бұған енді сіздің ойынша нақты бір заң жобасы керек, иә? Онсыз болмайды. Бір нәрсені айта кету керек. 2006 жылы қазақ тілі бұқаралық ақпарат құралдарымен кездескенде елбасымыз мынау 1997 жылғы заңға қажет болса өзгерістер енгізу керек деді. Кім соған селт етті? Қалды. 12 жыл болды. Содан бері 12 жыл өтті. Я парламент, я өкімет осының өзгерту жөнінде мәселе көтерді ме? Жоқ, көтерген жоқ. Ал кейбір министрліктер айтады, ойбай 97 жылы бір жақында не алдым? Жауап алдым. Ойбай 97 жылғы заң бәрі шешкен. Бізге заңның керегі жоқ. Тіпті сол заңның да өзі артық болуы мүмкін. Біз заңсыз да жұмыс істейміз деген кезінде болды. Осы бұқаралық ақпарат құралдары болғанда, мәселелер болғанда. Бұл қателік. Біз құқықтық, демократиялық, әлеуметтік, зайырлы мемлекет құрмақ болып отырған елміз. Олай болатын болса, тілімізде белгілі бір құқықтық нормалар болуға тиісті. Мемлекеттік тіл туралы, оның елімізде басқа кез келген елде тіл туралы заңда мемлекеттік тіл алда тұрады. Шарықтарым, сауатты балдарсыңдар ғой, 97 жылғы заңды алып қараңыздаршы. Қазақ тілі қай жерде алға тұрған? Мемлекеттік сол. Ал енді бір заң несі бар, бабы бар, қай бап екенін білмеймін. Сонда біз тілдерді жаңа бағдарламалар арқылы шешеміз дейді. Ешбір елде тілдің мәртебесін, қолдану аясын даму бағдарлама арқылы шешкен емес. Заңмен ғана шешіледі. Міне біздің қателіктеріміз. Ол жөнінде мен
талай жазып мынаның ішінде жүрді, мынаның ішінде де жүр көп нәрсе. Бірақ елең ететін ешкім жоқ, ешкімге керек жоқ. Зар ете қалады, мен бірдеңені айтсам, ойбай қозғамаңыз. Қозғау керек, бұл біздің болашағымыз айналайындар. Біздің келешегіміз, бұл ертеңіміз біздің, ертеңіміз. Бұл ар күніміз. Тілсіз, мен тағы да айтамын, елбасымыздың рухани жаңғыру дегенді біз санамыздың, тіл жөніндегі санамызды жаңғыртудан бастауымыз керек. Өйткені ұлттық құндылықтардың ішіндегі ең негізі тіл. Тіл болмағанда басқа құндылықтардың түкке де керек жоқ. Жақсы. Енді біздің бүгінгі сұхбатымыз енді тамамдауға келді. Енді ақыры енді сұрақ болғанда сізге мынандай не дайындатып келгем. Енді сіз 2 мәрте депутат болдыңыз. Сол кездегі депутаттарды танисыз ғой. Ол кезде енді қалған қай депутаттармен қазір қарым-қатынастасыз? Кімдер мен бір осы тілге болсын, басқа да мәселелерге болсын, бірге атсалысып жүрген азаматтар. Мен бұның ішінде мына жігітті айта аламын. Мен айталым, мен өте жақынмын. Біз жаңағы айтып отырмын ғой, Қазақ үні газетіне жаңа мемлекеттік тіл туралы заң шықса, заңның жобасы шықса, біз соны шындап келгенде екеуміз дайындадық. Өзгертетін өзгертіп. Енді мына ана тіліне де ұсынғанбыз. Ол кісілер мына кім маған Самат звондады. Біз енді бұрын бастық қой, осыны баспай қояйық, сіздер мақала беріңіздер деді. Соған 5 бетке жарайтын мақаланы жазып, айталға салып жібердім. Әбеке, мынаны қараңыз, қарап сосын ана тіліне жібере беріңіздер. Мен күнделікті араласып отқан азаматымның бірі осы айталы. Сосын жалпы мына саясат жөнінде мен мына егер осылай орыс тілінде ретсіз көшіп келе беретін болса дейді. Орыс тілінде ретсіз көшіп келе беретін болса, онда болашағы бар таза халық күндердің күнінде біз қайтып жөндеуге келмейтін қиыншылықтарға ұшырауымыз мүмкін дейді. Нағараса шықты. Не деген әулие деймін. Осы пікірін ешкім айтпайды. Ешкім айтпайды. Мен неге айтпайсыз? Тарихта айтылу керек қой осылар. Мен мынада жаздым оны. Сосын Абайда да керемет пікір бар. Абай саясатпен айналыспаған. Бірақ Абай пайдасына ортақ болу үшін дейді. Пайдасына ортақ болу үшін, зарарынан қашық болу үшін орыстың тілін ғылыммен білуіміз керек дейді. Ана қарасы, зарарынан қашық болу. Осыны кім айтады? Ешкім айтпайды. Зарар деген. Зарар дегенде ар жағында көп нәрсе жатыр. Міне, ойлап отырсам, дәл бүгінгі күнді көріп біліп отқан адам сияқты айтқан қояды. Міне әулие дейтін нағыз ғалым дегендер осылар. Бүгінгі күні осыларды айтқымыз келмейді. Бұны оқушылар білу керек пе? 8-ші кластың оқушылары, Қазақстан тарихын оқыған оқушылар неге білмейді бұны? Білу керек қой. Айтылмайды, жазылмайды. Сосын біз әрине мына бүгінгі күні көп нәрсені айтып жүрміз. Көп нәрсе жасалынып жатыр. Сосын бір нәрсені ойлану керек қой. Біз кеше тіпті саяси сипат жағынан бөлек қоғамда болдық. Коммунистік қоғам, кеңестік қоғам. Онда екі мәселе болды. Тапқа бөліну. Байларды оңбағандар, кедейлер тамаша. Ал енді сол кедейді байға жеткізудің орнына байларды кедей қылып, малдарын қырып, өздері қырып салды. Бұл бола ма еді? Мақты болуымыз керек деді. Оқуды білуіміз. Ал біздің қазақтың бар сауаттыларын, бар мақтыларын, кәдімгі халқымыздың қаймағын сылып тастады ғой. Мен кейде ойлаймын, егер де сол Әлиханнан артық бізде ғалым болған емес. Әрине, Әл-Фарабиді бөлек қойғанда. Әлихан ең біздің ішіндегі Әлиханға ол айтқан, мен қандар қазаққа қарыз ет дейді. Мен сол қарызды өтеуім керек дейді ғой, көрдің бе? Ал шын мәнісінде Әлихан қарызын өтеп кетті, қазаққа қарыз болған жоқ. Біз Әлиханға да қарызбыз. Әлиханның 150 жылдығын атап та өте алмадық қой. Не деген масқара. Бұл бір жағынан біздің әлі
тәуелсіздікке еркін кіре алмай отырғанбыз. Сосын тағы бір мәселе, бұл біздің әлі ұлт есебінде қалыптаса алмағанымыз. Әлі біздің толыққанды мемлекет, ұлттық мемлекет бола алмай тұрғандығымыз. Ұлттық мемлекеттердің ешбірінде мысалы өзінің тілі екінші қатарда тұрмайды. Ол бірінші қатарда тұрады. Қазақ тілі ол бірінші қатар. Біз қазақ мемлекетіміз бе? Біз ана декларацияда жаздық. Біздің ұлттық мемлекет құрамыз, оны сақтаймыз, өйтеміз. Жаздық та ұмыттық та кеттік. Қазір енді балабақшаның 4 жасар, 5 жасар балдарына 3 тілді оқытып әуре болып жатырмыз. Ол масқара қойды. Бұндай аналогия еш жерде жоқ, еш мемлекетте жоқ. Тіпті мына Ресейдің өзі ағылшын тілін 2-ші класстан бастап оқытады. Енді біздің енді қазір мынадай шығып жатыр. Мектепке 5 жастан бастап қабылдаймыз, 6-ға толмаған. Бұл енді шындап айтқанда, бұл жауыздық. Бұдан артық ештеңе емес. Мен былтыр өзім бітірген мектебінде кездесуде болдым. Бірінші мұғалімдік бастаған мектепте кездесуде балдардың бәрі кіп-кішкентай балдар жоғары кластың балдар. Бастауыштың балдары сияқты. 6-7 кластың балдары сияқты. Майда. Неге майда? Мектепке ерте барады. Және олар әрқайсы 10 килограммнан кітап көтеріп жүреді бірінші класстан бастап. Енді 5-ші класста бар балдардың бәрі мүгедек еткіміз келіп отыр. Мен ойлаймын, осы біздің білім министрлігінде осы педагогиканы оқыған, психологияны оқыған адам бар ма жоқ па? Бұл не деген масқара? Мына Канадада ағылшын мен француз тілін қатар енгізіп, балдар жаппай ауруға ұшырады. Өз-өзіне қол салу көбейді. Нерв шыдамады сабақтың молдығына. Содан барды бірден тиді. Мен осы мәселені өкіметке де жаздым, парламентке жаздым, елбасына жаздым, министрге жаздым. Былқ етпейді ғой ешкім. Ойбай, қазақ ағылшыншаны тәуір көреді дейді. Өдеуді өкіметте министр сөйлеп тұр, қазақстандықтардың 83% ұлт мемлекеттік тіл біледі дейді. Оны қайдан алған қайда? Bir жерде түс көрген деймін. Түс көрген ғой деймін. Әйтпесе оны ал енді зерттеушілер, газетте жазып жүрген зерттеушілер соған қарасам, бүгін қазақтың 60% орыс тілінде сөйлейді дейді. Жаңа келіп мұнарада тұрсам, сіздер осы арадан бір қыз шықты. Мына жастардың ғылыми зерттеу орталығы бар деп еді, осында білесің бе десем, ол орысша қалай болады дейді. Мен айттым, мен Монғолиядан келдім, айналайын, қазақ, оның орысшасын білмеймін, қазақшасын білмеймін. Мінекей біздегі тәрбие осы. Бұл проблемалар ма? Проблема. Қазіргі күнде жастарымыз кітап оқымайды. Бәрі компьютермен отырады. Ал енді бұл мәселе, бұл үлкен трагедия. Шетелде компьютерді пайдаланады, ұялы телефонды пайдаланады. Бірақ оны қай уақытта пайдалануды біледі олар. Оны жүйеге кетірген. Сосын, мына кітаптың өзінің оқу бір бөлек, мына интернеттен неден алып оқу бір бөлек. Мына кітаптың өзін оқысам, таза бидайдың нанынан жасалған нан жеген, ұннан жасалған нан жеген сияқтысың. Ал анау интернеттен, поштадан алып оқысам, ол жасанды ұннан жасалған нан жеген сияқты. Мен соны білем. Ал біз шынында да мына кітапты оқып отырып, ол автордың мінез құлқын, білім дәрежесін, ой өрісін, тағысын тағы мәселелерін біліп отырамыз ғой. Бұл ғаламат нәрсе емес пе? Ғаламат. Біз осы ғаламаттан айырылып отырмыз. Бұл жастар үшін үлкен трагедия болады. Бұны ойланбаса болмайды. Жастар қазір шүкір көп нәрсе өзгерді. Көп нәрсе өзгерді. Әрине, бәрін кеше кеңес үкіметінің өзінде 70 жылда барып аяғына отырды ғой. Енді дамып келген уақытта ары қарай дами алмайды. Себебі не? Қиыншылықтарды, қайшылықтарды жоюдың жолын таба алмады. Жеке басқаруда, кеше коммунистік партияны жалғыз басқару күндердің көпте кеңес үкіметін құлатып тұрды. Өйткені коммунистік партия басқарады, сосын бірінші хатшы басқарады. Қалған адам үні жоқ. Ол қалай болды? Міне ақыр құлатып тұрдық. Біз тарихтан тағылым алуымыз керек.
Мен мына кітап оқуға көбірек көңіл бөліп жатқан себебім, өйткені тәуелсіздіктің талаптары бізден нені қажет етеді? Бізден білімді қажет етеді. Ең бірінші. Бізден нені қажет етеді? Біз бай болғанымызды қажет етеді. Біз мықты болғанымызды қажет етеді. Кім Ахмет Байтұрсынов айтады ғой. Біз бай болуымыз керек дейді. Бай болу үшін кәсіппен айналысуымыз керек дейді. Біз білімді болуымыз керек дейді. Білімді болу үшін оқу керек дейді. Біз күшті болуымыз керек дейді. Күшті болу үшін бірлігіміз мықты болу керек дейді. Міне бұл тәуелсіздіктің белгілі бір формуласы. Мен айтар едім осыға тағы. Нұрекеңнің бір сөз бар. Нұрекеңнің ол мына бәсекелестік деген идея бар. Мына кешегі рухани жаңғырудағы неде бәсекелестік деген формула. Егер де біз шын мәнісінде бай болғанменен бәсекеге қабілетті болмасақ, түкке тұрмайды. Білімді болғанменен бәсекелестікке қабілетті болмасақ, ол түкке тұрмайды. Күшті болғанмен күшті боламыз деп бірлігіміз болмаса, бәсекеге қабілетті бола алмаймыз. Бұл бірлікті біздің Алаштың көсемдері Әлихан Бөкейхан да, мына Мұстафа Шоқай да бәрдің еңбегін оқып отырсам, әр жерде өзі көрдім. Бірлік, тұтастық, ауызбірлік, ынтымақ, қазақтың бірлігі, ұлттың бірлігі деген нәрсе. Бұл кісілер өмір ұмытпаған бұл нәрсе. Өйткені күндердің күнінде халықтың, ұлттың қалыптасуы осымен ғана жүзеге асады. Мына елбасымыздың да бүгін айтып отырғаны, біздің бірлігіміз болу керек, тұтастығымыз болу керек, ынтымағымыз болу керек, бір-бірімізге деген иықтасып жұмыс істеуіміз керек деген нәрсенің бәрі де осы мына тәуелсіздік талаптары. Біз тәуелсіздік талаптарына көбірек қарауымыз керек. Бізде күнделікті өмірде мына ғылыми жағдайларда, қызмет бабында да тәуелсіздікпен санаса бермейміз. Тәуелсіздік ұлы ұғым. Біз көбіне тәуелсіздікпен байланыстырмайды. Мен сөзімді тәуелсіздік айта алмаймын тәуелсіздіксіз. Өйткені біздің қол жеткізгеніміз, ғасырлар арман болып келген дүние бізге тәуелсіздік еді. Ғасырлар арман. Кеше Әлиханды, Ахмет Байтұрсыновты, Міржақып Дулатұлды, Мұстафа Шоқайды, тағысында қанша біздің азаматтарымыз сол тәуелсіздік үшін жан берді. Ал енді сол тәуелсіздікке келгенде біз соған қалай соған қарайтындығымыз бар. Олай емес, олай болмау керек. Әрбір азамат тәуелсіздіктен тағылмауы керек. Мен тәуелсіз елдің азаматымын. Мен не істеуім керек? Не жасауым керек? Қандай жұмысты атқаруым керек? Кім болуымыз керек? Деген мәселені әркім алдына қойып отыру керек. Міне сонда бұл тәуелсіздікке біз жетеміз. Және мынадай нәрсені ескеру керек. Біз осындай алып аймақта сан жағынан өзі аз қалыппыз. Сондықтан не керек? Бізге сапалылық керек. Халықтың сапалылығы, жастардың сапалылығы. Сапалылығы неден? Ақыл-ойдан, білімнен, тәжірибеден туады. Міне жастар үшін аса бір қажет нәрселердің бірі осы ойлаймын. Сосын біз мен кейде ойлаймын, мына біздің жастарымыз қазір көптеген өзгерістерге ұшырап жатыр. Рас, жастарымыздың арасында сергек ойлы жігіттер де туып жатыр. Сергек ойлы, түсінеді көп нәрсені. Кейде ашық айта алмайтын шығар, бірақ дегенмен түсінетін білімді жастарымыз келе жатыр. Бұл біздің болашағымыз. Алаштың көсемдері еш уақытта жастардан үмітін үзбеген ғой. Ылғи айтып отырған жастар, ертең болашағымыз жастар. Сол жастар қандай болу керек деген нәрселерді айтып. Мына Мұстафа Шоқайдың 36 жылы Түркістан жастарының алдында сөйлеген сөзі бар. Өз бір параққа жетер-жетпес. Осы радиоларда записте бар. Бірақ енді сапасын ашарлау. Енді соны бірақ оқысам, мен өзім ойлаймын ғой. Мұстафа Шоқай кәдімгі пулеметпенен атып тұрған сияқты, және ол еш уақытта оғын 8 бен 9-ға тигізбейді, тек 10-ға тигізеді. Соншалықты логикаға құрылған сөздер, сөйлемдер, және жастардың не істеуіміз керек деген нәрсені бір бетке жетер-жетпес қағазда бәрін айтып берген ғой. Мен өзім таң қалам. Мен кейде айтам, бұл Мұстафа Шоқайдың сол сөзі жанып тұр. Ол
жақындасаң жаңағы жалын көрінуі мүмкін. Соншалықты құдірет. Және бір қызығы, Мұстафа Шоқай 20 жылдан артық шетелде тұрды Парижде. Енді 2015 жылы автобиографиялық көрсеткіш шықты, соған қарап отырсақ, бүткіл шығармаларын 9 тілде жазған. 9 тілді білген. Француз тілінде 105 мақала жазған. Француз тілін керемет білген. Англияға 5 рет барған. Сонда мен француз тілінде жасаймын деп өзі ісі жасап отырады. Ағылшын тілінде білген. 7-8 мақаласы бар ағылшын тілінде. Бірақ анда еркін біле қоймаған. Сөйтіп отырып, жаңа қазақтың сөзін соншалықты өзінің сөйлемінен, өзінің құдіретімен, мазмұнымен, мәнімен, астарымен, логикасымен соншалықты сөйлеу, мен ондай сөз көрген жоқпын деді. Естіген жоқпын, оқыған да жоқпын, көрген де жоқпын. Бұл неге айтып отырмын? Міне біздің жастарымыз осындай болу керек. Қазір мына 3 тілді білу керек дейді. Дұрыс айтады, Нұрекең дұрыс айтып отыр. Міне елбасымыздың соңғы кезде мына 3 тілді білу керек ұрпақтарымыз деген бұл өміршең идея. Оған дау жоқ. Бірақ бір мәселе бар. Осыны біз қашан қалай оқуымыз керек, қалай игеруіміз деген мәселеде біз кейде қайшылықты жағдайларға ұшырап жатырмыз. Мен өзім ойлаймын, ең бірінші әрбір ұлттың өкілі өз ана тілін білу керек. Адамның ұлттық ойлау жүйесі қалыптасу керек. Мына Ахмет Байтұрсынов айтады, біз бастауыш мектептерді 5 жылдық етуіміз керек, 5 жыл оқытын болу керек. 3 жылында бала қазақша жаза алатын, оқи алатын, сөйлей алатын болу керек те, 4-ші класстан бастап орыс тілін оқыту керек. Бір керемет идея, керемет идея. Оны мен неге айтып отырмын? Адам өзінің ұлттық тілін соншалықты жақсы білсе, ол соншалықты басқа тілдің де құдіретін түсінеді. Ал енді олай болмаған жағдайда, кері жағдайлар бізде көп. Мен бір мысал айтайын, атын айтпай-ақ қояйын. Бір кісіге, үлкен кісімізге қайта-қайта біздерде сұрақ қойылды. Сіз қазақ тіліне қалай қарайсыз, қалай істеп? Мына Қазправдада қайта-қайта сұрақ қояды. Сонда ол айтады, қазақ тіліне асықпауымыз керек, орыс тілі ұлы тіл дейді. Мен ойладым, қалай бұл? Өзі орыс тілді, жолдастардың бәрі еврейлер. Сосын бір күні бір топ жігіттер хат жаздық. Ауылда бір жігіт маған ренжіді, бір ағаларымыз еді комсомолда. Жазбай ақ қой. Мен айттым, ең болмаса ол кісі сөйтіп бір қайта-қайта сұрақ қойып жүргенде, менен несін сұрайсың? Елбасы айтып отыр ғой, Қазақстанның болашақ қазақ тілінде деп отыр. Одан артық мен не айтып дегендің орнына, жоқ, қазақ тіліне асықпау керек, орыс тілі ұлы тілде. Сонда қазақ тілін асықпағанда қазақ тілін көміп барып сосын үйренуіміз керек пе? Мәке, көрдің бе, әңгіме қайда жатыр. Егер ол адам шын мәнісінде қазақ тілін керемет білетін болса, ол олай айтпаған болар еді. Міне қазақ тілін білмеген, қазақ тілменен, кәдімгі анасының сүтіменен тіл шықпаған бала. Қазір мына ғалымдар айтып жүр ғой, ана сүтіне 2 жасқа шейін ему керек дейді. Сонда бар қасиетін алады деп отыр. Міне сол анасының ана тілін ала алмағандығы. Мен айтам, қыздар, бала ана өзінің тілінде сөйлемей, бала анасының тілінде сөйлемейді. Міне сондайдан шыққан балдар да осындай болып жатады. Сондықтан менің бір жастарға айтатын, өз ана тіліңді біліп алу керек ең бірінші. Бұл ең құндылықтың негізі. Шындап келген уақытта бұл нағыз рухани жаңғырудың негізі. Енді осы бүгінгі тақырып жалпы жастар бағдарламасына қатысты болған соң, жастарға көп нәрсе айтылды, көп дүниелер осы тұрғыда құлақ салып, оны әрі қарай құлаққа салады деп ойлаймыз. Енді ақырғы осы түйін ретінде аға сізден жастарға беретін өсиет, өзіңіздің қысқа нұсқа, өзіңіз қазіргі жастар не істеуге, қандай мықты жақсы болу үшін енді ел жаңа көп нәрсе айтылған соң осы тұрғыда жастарымыз қандай болу керек? Оларға сіз қандай өсиет айтасыз? Дұрыс.
Мен енді өзімнің қосып айтатын өсиетім шамалы, бірақ бір нәрсені айтайын да, сосын мен енді бағана айтып қалып едім, соған акцент жасайын. Жастар бүгін тәуелсіз елдің жастар болу керек. Ол не деген? Тәуелсіз сана болу керек. Тәуелсіз заңға бағынған, заңы көрсеткен іс-әрекет болу керек. Тәуелсіздік жағдайдағы жауапкершілік болу керек. Ахмет Байтұрсынов айтқан, біз бай болуымыз керек, бай болу үшін кәсіппен айналысуымыз керек. Біз білімді болуымыз керек, білімді болу үшін оқуымыз керек. Біз күшті болуымыз керек, күшті болуымыз үшін бірлігіміз болу керек деді. Мен ойлар едім, осы тәуелсіздіктің белгілі бір формуласы, егер осыған елбасының бәсекелестікке қабілетті болу деген ұғымын өсиетін қоссақ, егер бай болсаң да бәсекеге қабілетті болу керек. Егер білімді болсаң да біліміңде де бәсекеге қабілетті болу керек. Бірлік, тұтастық болатын болса, ынтымақ болса да, бұл да басқа елден артық болу керек. Міне осы уақыт, осындай жағдайда ғана біз жастарымыз осындай қасиетке болса, міне нағыз бұл мен өзім айтамын, бұны тәуелсіздіктің формуласы деймін, әлеуметтік саяси формуласы деймін. Мен осы жастарға осындай тәуелсіздіктің саяси әлеуметтік формуласын тілеген болар едім. Ең негізгі нәрсе, бүгінгі заманымыздың, қол жеткен заманымыздың қанша арыстарымыз құрбан болып қол жетіп, қанша еңбекпен келген тәуелсіздіктің құнын түсіне білуді қалар едім. Және мен жастарыма ұлттық рухты тілеген болар едім. Мұстафа Шоқай айтады, ұлттық рухсыз ұлт тәуелсіздігі болуы мүмкін емес, болмайды да, оны тарих көрген жоқ дейді. Міне, ұлттық рухы күшті, жауапкершілігі мықты, білімді, кәсіпкер, ынтымағы мол жастар міне тәуелсіздікті ертең шаңырағын биіктететін де, көркейтетін де, әсем ететін де, тәуелсіздікті тұғырлы ететін де біздің болашағымыз осылар болады. Рахмет. Бүгін енді өте қасиетті айда, осы 31 мамыр күні Қазақстанда осы азап еткен, саяси қуғын-сүргіндерге азап еткен күні деп жариялап жатыр. Оған қазақ елі болып барлығы еске алып, құрандарын бағыштап, осы тұрғыда сіз алаштану, Мұстафа Шоқай зерттеп жас, сізге де шығармашылық табыс, әрі қарай жастарымыз сіздің шығармаларыңызды оқып, шабыттанып, әрі қарай бәріміз соған тілектеспіз. Енді бұл тұрғыда сізге рахмет, аға. Осы уақытыңызды бөліп, жастар үшін, ел болашағы үшін ойлап, әрі қарай енді еліміздің ақсақалы ретінде осылай біздің енді осы жастар ғылыми зерттеудің шаңырағында қош келіп, енді сізге рахмет, сізге денсаулық, алдағы тек қана осындай көптеген шығармаларды көре берейік. Енді барлық осы сұхбатымыз аяқталды. Сіздермен қош айтысамыз. Біздің каналымызға қосылуға шақырамыз. Сау болыңыздар. Жақсы. Сау болыңыз. Жақсы. Енді осыған қанағат тұтасың. Осымен енді біз бір нәрсе шығарамыз.